кезінде ағылшын тілін оқымасаңыз, өзіңізге алғыс айтыңыз. Осы кезінде ағылшын тілін мектеп кезінде неге оқымадым екен деген адамдарды көп кездестіремін. Және осылай айтуларының ең маңызды себебі олар қазір мен сияқты оқытушыларға немесе басқа кісілерге осылай ақша төлеп оқуы керек. Сондықтан да өкінеді. Әрине, дегенмен бұндай өкініштің орны бар, себебі біз адамдар бір нәрсеге төлегенді ұнатпаймыз ғой. Көбісіміз ақшаны жаратуды емес, керісінше жинауды ұнатамыз. Сонымен қатар сатып алған дүниелерімізге деген және де жұмсалған ақшамыз бен уақытымыз болашақта бізге ақталына ма, ақталынбай ма, одан да күмәнданып қорқамыз. Дегенмен біз ақша мен белгілі бір уақыттың ресурсын төлеген кезде біз заттарды аса құнды қылып бағалайтынымызды байқадыңыз ба? Сонымен әлемде көптеген таңдау бар екенін білесіз, және де сіз өзіңіз кіммен сабақ алатыныңызды таңдай аласыз, және де не сатып алатыныңызды өзіңіз білесіз. Ересек адам ретінде ақыл тоқтатып өзіңіз таңдау жасағаныңыз осы өмірдің нағыз керемет емес пе? Сол таңдаудың ішінде мен де бармын. Сізді ағылшын тіліне үйретуге даярмын. Ал мұнда мен өз телефон нөмірімді қалдырамын. Егер қызық болса, Zoom арқылы менімен бір тегін сабаққа қатысып, менің сабақ беру стиліме қарап көрсеңіз болады.